Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен сағат планшет дайындайтын боламыз. Мына жерде бірінші қарап тұрсаңыздар, әртүрлі түстерден біз сағаттардың сандарын орналастыру үшін осындай әр түстен қырқып аламыз. Негізі бір ғана домалақ қырқыз, ал мен екі планшет сразу дайындап жатқандықтан сразу екі домалақ қырқып алып жатырмын. Сіздер біреу ғана қырқып аласыздар. Бұл планшетте тек қана сағат қана емес, түстерді де үйренетін болғандықтан әртүрлі түстерді пайдаланамыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Келесі бізде осындай сағат тілдері, біреусі ұзын стрелка, біреусі қысқа стрелканы осылай мен қоңыр түстер жасадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Бірінші осылай бірінші бетін стрелкамызды қырқып аласыздар. Ал екінші бетін тіккен кезде жаңағыдай қисық болып қалмас үшін матаның өзіне тігіп шығасыздар. Қазір көретін боласыздар. Осылай қырқып шығамыз. Түймеге қадау үшін ортасы осылай бірінші сызып аламыз, одан кейін қайшымен қырқып шығамыз. Егер бір ғана сызық етіп қырқатын болсаңыз қайшымен, ол түймеге қадаған кезде дұрыс сағат тіліне айналмай қалады. Сол үшін осылай бізге ұзынша етіп, жалпақтау етіп қырқып алған жөн ішкі жағын. Келесі сандар тігеміз, қырқамыз. Сандар 12-ге дейін қырқуымыз керек. Осылай 9-ға дейінгі сандарды бірінші осылай қағазға салып алып, артынан фетрге қойып қырқып алсаңыз болады. Сандарды көбінде тіксен кішкене жөнді көрінбей қалатын секілді, сол үшін мен клеймен жабыстырамын. Ыстық клей қолданамын. Осылай барлығын жабыстырып шығамыз. Келесі сол бізде сандар әртүрлі түсте болғанымен, екінші беті бізде осылай молочный түсті таңдадым. Осылай дәл ортасын белгілеп, кнопкамызды қадап, кнопка болмаса липушкамен жасасаңыздар да болады. Мен де кнопканы пайдаландым. Әрине, келесіде тігеміз. Мен ылғи осылай жібін екінші бетіне өткізіп аламын. Екінші бетке өткізгеннен кейін тағы да екі рет байлап, оны тағы да инемен ішкі жағына салып жіберемін. Сонда мықты болады. Жүгіріп кетпейтініне гарантия болады. Осылай бізде волна қайшымен шеттерін әдемілеп қырқып шығамыз, әдемі көрінеді.
Одан кейін бізде 20-20 сантиметрлік планшетімізге осылай қай жерге орналастыратынымызды нүктелеп алып, кнопкамыздың екінші бөлігін қадап шығатын боламыз. Мен осындай кнопка қолданамын, пластикалық. Осындай арнайы тесетін бігіз болады. Осы құрылғымен арнайы қырқып тесіп аламын да, осылай өзінің несімен қадап шығамыз. Енді бізде тек қана түймесін қадау қалды. Дәл ортасын белгілеп, бізде жабысып тұратын түйме емес, мынадай астыңғы жағы түймеміздің көріп тұрғандарыңыздай осындай түйме пайдалансаңыздар, осы өте ыңғайлы. Жабыстыратын түйме пайдалансаңыз дұрыс, біздің сағат тілдеріміз айналмай қалады. Мінекей, бұл әлі дайын болды. Мен берген ақпараттар пайдалы болса, каналыма тіркеле кетіңіз.